общем, срочно жолға шығып кеттім. Сәл ашулы болып тұрған жайым бар. Енді біздің еңлікте алып қашып кеткен жағым, біреу звондап алып қашып кеттім. Баяғыдан бақылап жүрдім. Ғашықпын, ойбай өлдім күйдім деп звондап тұр. Сондықтан қазір енді срочно в порядке жолға шығып бара жатырмыз. В шоке состояние болып, жынданып, енді Алла сабыр берсін. Бар сабырымызды жинап, бірінші жетіп алайық деп кетіп бара жатырмыз. В общем, солай. Жалпы андай ғой, енді сұрап жатсыздар. Жалпы мен историямнан да бұрын негізі көрген шығарсыздар примерно шет жағасын, не нәрсеге байланысты екенін. И андай ғой, өмірде жалпы енді 22 жыл өмір сүрсем да біраз нәрсеге бүйтіп жағам ұстағам негізі. Біраз нәрсеге фу, ұятай деген, бірақ мынау енді кәдімгі патологы болды. Болмайды деген сайын бола береді екен ғой негізі көп нәрсе. Вот жағамды ұстап тұрмын. Жалпы негізі қатты эмоциональный адамда емеспін, бірақ сонда да бұл ситуацияда үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біліп тұрып сондай видеоға келісіп тұрған или сондай видео салып тұрған қыз баласы кінәлі ма, или үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біле тұра сол видеоны жасап тұрған еркек кінәлі ма деген сұрақ болады. Бірақ ол сұрақтың жауабы мен үшін біреу ғана. Бұл нәрсеге кінәлі еркек. Мен басқа бір адамдарды кінәлап олай істейтін адам емеспін. Өзі көрді, өзі таңдады, екеуі бір-біріне күшті жарасады, екеуіне болашақта тек бақыт тілеймін. Но сначала... Қазір сержантқа жібереміз керек. Қазір өзінде бар болса сержантқа жібереміз. Азиге? Эй! Что там? Нормально ма бәрі? Нормально. Өзіңде? Нормально. Алия? Нормально. Дұрыс па бәрі? Или кімге жіберсін, байға жіберсін. Нормально? Нормально. В общем, срочно жолға шығып кеттім. Сәл ашулы болып тұрған жайым бар. Енді біздің еңлікте алып қашып кеткен жағым, біреу звондап алып қашып кеттім. Баяғыдан бақылап жүрдім. Ғашықпын, ойбай өлдім күйдім деп звондап тұр. Сондықтан қазір енді срочно в порядке жолға шығып бара жатырмыз. В шоке состояние болып, жынданып, енді Алла сабыр берсін. Бар сабырымызды жинап, бірінші жетіп алайық деп кетіп бара жатырмыз. В общем,